Ғалым да шахтер де басиетін, ұстазым бар сенің қасиетің. Білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді асыл бейнең. Дүниедегі мамандық атаулының төресі ұстаздық. Әсілі, мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып үйрететін абзал жандар. Ұстаз алдынан тәлім алмайтын жан жоқ. Ол берген тәрбие әрбір жанның өміріне жол сілтер шамшырақ секілді. Ғылым иесі ғалым да, ел қорғаған батыр да, тілінен бал тамған ақын да, тегеуріні темір балқытқан жұмысшы да, егін салған диқан да, мал бағып терін төккен шопан да, көк күмбезінен әрі өткен ғарышкер де, ел билеген патша да, бәрі ұстаздан білім, тәлім алған. Сондықтан, ұлағатты ұстаздарға бүкіл адам баласының ілтипаты ерекше. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Мәриям Сахымбек қызы да өмірінің саналы ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнаған ардақты ұстаз, шәкірттерінен бөлек тұтас бір ауыл халқы құрметпен бас иетін аяулы педагог. 1963 жылдың 16 сәуірінде Өзбекстанның Ташкент облысы Алмазар станциясында дүниеге келген Мәриям Ахметова 1981 жылы Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жаңарық ауылындағы нөмірі 167 орта мектебін үздікке тәмамдап, Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институтының табалдырығын аттайды. Институт қабырғасында жүргенде де маңдай алды студент атанып, өзінің білімге деген ерекше құштарлығымен көзге түседі. Бауыр менен өтеді балдай уақыт, оған жетпейді ешқандай таудай жақын. Бір бауырың болса дағы қорғанышың болғаны қандай бақыт дегендей, біз өзіміз анамыздан, Бибейше анамыздан 11 перзент болғанбыз. Біздің Құранда бірақ есім бар, сол Мәриям деген есім. Басқа әйел есімі Құранда жоқ. Сол қасиетті есімді біздің әкеміз Сахымбек пен анамыз Бибейша сол Мәриямдай болсын, адал болсын, таза болсын деген ниетпен осы қызына есімін қойған. Кішкентай кезінен ақ өз еңбексүйгіштік, қамқорлығы, ағайынға, бауырға деген өздерінің сіңлісіне, апаларына деген ерекше болған. Сол ерекшелігімен, еңбегімен кейін сол мұғалім болуға талпынып, сол Қызылорда қаласындағы педагог институтқа түсіп, бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс жасап отыр. Сондықтан енді бастауыш сынып мұғалімі кешегі анасының құшағынан шығып, өзінің отбасын табалдырынан аттаған ұлға, балаға алғашқы білімді үйрету, ол үлкен ыждахаттықтың, еңбектің күші керек. Сондай бастауыш сынып мұғалімі болып 41 жыл менің қарындасым жұмыс жасады. Бір мектепте тапжылмай 41 жұмыс жасау, бастауыш мұғаліммен жұмыс жасау, оқушылармен жұмыс жасау деген, бұл балаға деген мейірімділікті, балаға деген ыждахаттылықты, балаға деген үлкен өзінің бір еңбекқорлығын көрсетеді. Сол жылдар тәрбиелеген жылдары мыңдаған оқушыларға білімін беріп, тәрбиесін беріп, Құдайға шүкір, енді мына зейнет жасына келіп отыр екен. Келіп отқан менің қарындасыма бір 2009 жыл мен 2011 жылдары да мен сол 213-ші Қырғызстан орта мектебіне мектептің басшылық қызметіне тағайындалып барғанды да бастауыш сынып мұғалімі ретінде өз қарындасым Мәриямды сол мектептегі педагогтардың ішіндегі өзінің шеберлігімен, еңбек сүйгіштігімен, шығармашылық идеясымен көрініп жүрді. Сол 2 жылдың басшылық қызметте жүрген кезімізде оқушылары аудандық, облыстық ғылыми жобаларға қатысып, оқушысымен республика ғылыми жобаға барып, Алматы қаласына арнайы барып, сол жерден өзі келсапты көтеріп, Алматыға барып, өзінің келсаптың физикалық құрылымын көрсетіп, сол республикалық байқауда үлкен жеңімпаз атанып келген орайда болған. Сондықтан қарындасыма айтатыным,
адамның бақыты үйде, бағы түзде дейді. Әйел баласы үшін бақыты, үйдегі бақыт ол Құдай берген ұл мен қызды мейіріммен сүйіп та тапсырған перзент бақыттарың бар айналайын қарындасым. Өзің қалап қосылған, сол қосылған адаммен нұрландырып отырған жар бақытың бар. Тұлымды ұл, бұрымды қыз өсіріп, сол қыздардан мейірім шапағатын көріп отқан ана бақытың бар. Әрине, балдан да тәтті көретін немере сүйіп отырсың, сол немеренің қылығынан қуат күш алып отырған әже бақытың бар. Ендігі алдағы өміріңде беделді, орны ерекше ұстаз болдың. Ендігі Алла тағала алдағы өміріңдегі зейнетке шығып, өміріңдегі тіршілігің мәнді болсын. Құдайға шүкір, ұзақ өмір жасап, жақсы бақытты өмір сүруге Алла енді жазсын. Ендігі сол жасаған еңбектерінің Алла рахатын көруге, ұлдарың мен қыздарың мен немерелерін көруге біз өзіміздің отбасымыздан шын жүректен өзіңді құттықтаймыз. Денің сау болсын, амандық, береке болсын, жақсылықтың басында жүруге Алла бәрімізді бірге жазсын. Әр адамның өмірінде оның болашақ тағдырына, келешек ғұмырына әсер ететін шешуші сәттер болады. Мариям Сахымбек қызының болашағына, тіпті өміріне түбегейлі өзгеріс әкелген сәт 1983 жылдың күзі еді. Осы жылы небәрі 19 жастағы тұлымы желбіреген бойжеткен, өзі бұрын барып көрмеген, бірде-бір жан баласын танымайтын Қырықеңсе ауылынан бір-ақ шығады. Осындағы нөмірі 213 орта мектебіне бастауыш сынып мұғалімі болып жолдамамен жұмысқа орналасады. Әрине басында кейіпкерімізге қиынақ соқты. Алғашқы еңбек жолы, мүлдем танымайтын орта, алдында бір үйдің еркелері, оның үстіне көрші ауылдан қатынап жұмыс жасайды. Жаңарықтан Қырықеңсеге жету үшін автобусты сағаттап күтуіне тура келеді. Кейде үлгірмей қалсаң, амал жоқ, жаяу жалпылап жетіп аласың. Мариямның бір жыл бойы күзде жел, қыста қар, жазда аптап ыстықпен, көктемде жаңбырдың астында жүріп еңбек етуіне тура келді. Арықша келген бидай өңді сарғыз бұған мойымады. Қайта шыңдала түсті. Бала оқытуға аш қасқырдай кірістім деп ағартушы Ыбырай Алтынсарин айтпақшы, ұрпақ тәрбиесіне бей-жай қарамай, оған бар ынта-шынтасымен кірісті. Алғашқы табалдырығын аттағанда менің ең алғашқы ұстазым Мария апайымыз болды. Менің сол алғашқы мектепке табалдырығын аттаған кезде ең бірінші есіме қалғаны, алғашқы болып 1 сентябрь күні сағатта 6-да оянып, мектепке сағат 7-де келіппін. Келсем тек қарауыл күтіп алды мені. Сол қарауыл күтіп алды да, неге ерте келіп жүрсің, әлі сабақ басталған жоқ қой? Жоқ, мен ағай 1 классқа келдім дедім. Содан кейін барып, сәл уақыттан кейін 2 мұғалім келе жатты. 2 мұғалімді күтіп, қарап тұрдым. Жап-жас, әдемі келген 2 мұғалім келіп, ол 2 кісіменен мен амандастым. Таныстық, танысу барысында біреуі Мария апайымыз, екіншісі Қарашаш апайымыз болды. Сол жерде ол кісілер, оқушылар мәліметін қарап, Ашырбекова әдемі, сен менің классымда екенсің деп Мария апай бетіме қарап жымиды. Ал Сүтібайба Меруерт, қасымдағы екінші Сүтібайба Меруерт еді, ол Қарашаш апайының оқушысы деді. Біз осылай ең алғашқы ұстазымызды 1983 жылы алғаш рет осы 213 мектептің алдында өзім алғаш рет күтіп алған кезім мәңгі есімде сақталып тұр. Әлі күнге дейін ойымнан кетпейді. 8 март мерекесінде бүкіл біздің ата-анамызға арнайы кәдімгі сурет дәптердің парағынан әдемі көктемнің құлпырған қызғалдақтарын салып құттықтау жіберетін. Біз қаншама жыл, 3 жыл бойы бізді оқытқан уақытында 3 жыл бойы сол жаңа құттықтауды жіберіп отырды. Мен осы кезде ұялатын, сол апай қанша біздің ата-анамызға құрмет, сый көрсетсе де, осы уақытқа дейін ешқандай сыйлық жасамаппын. Осыған осы күні мұғалім болғаннан кейін мұғалімнің осындай еңбегін енді түсініп жатырмын мен. 6-шы күні болған кезде сағат 5-ші сабақты сағат 5:30-да автобус келсе, 5-те мен жүгіріп барып автобус күтіп тұратын, ертерек мені босататын.
Содан автобусты тоқтатып, екі апайды автобусқа мінгізіп, қоштасып, сосын барып қайтатынмын. Оған дейін қайтпаймын. Сол екі апайдың жолында Кәрім төбе деген төбе бар тұғын ауылда. Сол Кәрім төбенің қасынан апайды күтеміз көбінесе. Апайдың төбесі көрінгеннен апайға қарай жүгіріп, сол сумкасын ұстап, бәріміз мәз болып келетінбіз мектепке дейін. Ұстазы пейілді болса, шәкірті зейінді келеді. Ұстазы талантты болса, шәкірті талапты болады дейді дана халқымыз. Бұған қоса, мінессіз ұстаздан жақсы шәкірт шықпайды депті орыстың атақты педагог жазушысы Константин Ушинский. Білімнің іргетасы тәрбиенің негізгі бастаушта қалатыннан ескерсек, 19 жасар бой жеткеннің мойнына екесе жүк пен жауапкершілік түскенін салмақтай беруге болады. Айтса айтқандай, Мәриям Сақымбек қызы балалармен бетпе-бет кездескен алғашқы күннен бастап зейінді, талантты оқушыларды тәрбиелеуге баса мән берді. Керек жерінде қабағынан қар жауған қатал, талапшыл, ал басқа кездері жүрегі елжіреген мейірбан, жанашыр бола білген оның шәкірттері жаман болған жоқ. Өзінің 41 жылдық еңбек жолында жүздеген оқушыны тәрбиелеп, өмір жолына қанат қақтыра білді. Бүгінде оның шәкірттері өмірден өз жолдарын тауып, еліміздің түкпір-түкпірінде түрлі салада еңбек етіп келе жатқан майталман мамандар екенін ерекше атап өту қажет. Осы тұста мына бір оқиғаны айтпай кетпеске болмайды. 1984 жылдың қараша айында Мәриям мұғалім тұрмысқа шыққалы жатыр екен деген әңгіме ауылдың ішінде желдей еседі. Оны естіген сабақ оқуға енжар, ерке апайларының талапшылдығынан мезі болған шәкірттері бөріктерін аспанға атып қуанады. Бірақ қуаныштары ұзаққа созылмайды. Біз қатал апайдан құтылдық деп қуанып жүрсек, 10 шақты күннен кейін Мәриям мұғалім біздің ауылдағы Есентай көкеміздің үйіне келін болып түсіп жатыр. Ол кісіден құтыла алмасымызды білмеген соң амал жоқ, сабақ оқуға кірістік. Еріншек, еркелігімізді жеңіп, бас аяғы 1-2 айдың ішінде оқу үлгерімі жақсы оқушылардың қатарына іліктік деп еске алады бүгінде ұстаздың шәкірттері. Ең алғаш мектеп табалдырған аттаған кезде бізде жылы жүзбен, қанша дегенмен ауыл адамдары білсе де, біз білмейтін Мәрия деген апайға жолықтық. Ең алғаш ұстазымыз біздің Мәрия апай болатын. Мектеп табалдырған аттап басқаннан бастап, бастауыш мектепті сол кісінің қолында өз дәрежемізде білім алдық. Қазіргі таңда 11 класс білімін сол мектептен аяқтап, жоғары оқу орындарына түсіп, жұмыс орындарын бітіріп, қазіргі үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Сол жетістіктердің барлығы қазіргі таңда сол Мәрия апайдың арқасы деп білеміз. Шындап келгенде ол Мәрия апайдың қаталдығынан, енді өтірік айтпасақ, мектептің жартысы қорқатын еді. Өзімізде келе жатқан кезде таңғы уақыттарда осы апайдың қатал бүгін настроениесі қалай еді, көңіл күйі қалай еді деген баратындығымыз. Кейбір кезде сабақтарды оқымай барған кезде қорқытып бұрышқа тұрғызып қоятын, кейбір кезде де шкафтарға қамап қоятын. Не деген қызықтар өтті. Қазіргі таңда осы апайларымызға, басқа да апайларымызға осы 213 мектеп табалдырығында оқу білімін беріп жүрген, білім нәрін сусындатып жүрген қаншама апайлар бар, ағайлар бар. Баршаңызға көптен көп рахмет. Ол кісі бізге 42 әріпті үйретіп қана қоймай, еңбекке, тәртіпке, адамгершілікке баулыды. Мәриям апайдың осы уақытқа дейінгі білім беріп, тәлім тәрбие алған бірнеше жүздеген шәкірттері республикамыздың түкпір-түкпірінде еңбек етуде. Қазақстан Республикасының экономикасына үлкен үлес қосуда. Олардың әрбір өздерінің алғашқы ұстазы Мәриям апай екендігін мақтанышпен, сағынышпен айтады. Мәриям апайымыз зейнет жасына толып, құрметті демалысқа кетіп бара жатыр. Осы қуанышпен шын жүректен құттықтаймын. Мәриямның өміріндегі шешуші сәтте осы еді. Қыр кеңсеге жұмыс жасауға келіп, осы ауылда өзінің ғұмырлық тағдырына жолығады.
Ұстаздық атты ұлы қызметтегі Мариям Ахмедованың осылай басталған еңбек жолы кейіннен 2000-2001 жылдары мектеп директорының бастауыш сыныптар жөніндегі орынбасары, 2002-2004 жылдары педагог-психолог, 2004 жылдан 2013 оқу жылының соңына дейін мектеп директорының бастауыш сыныптар және мектеп алды даярлық тобы жөніндегі орынбасары қызметтерін сәтті жалғасты. Ал 2013 оқу жылынан бастап бірінші сынып оқушыларына сынып жетекшілік етіп келді. Мен 1998-99 оқу жылында қыркүйек айында 213 мектепке директор болып, 208 орта мектептен ауыстым. 1998 жылы біршама жағдайдың ауыр кезеңі, мектеп орталық жылу жүйесі жоқ, оқу базасы төмен. Сондықтан маған берілген тапсырманың бірі сол 213 мектептің оқу тәрбие жұмысын алға жүргізу еді. Әрине жұмыс басталған уақытта өте біршама қиындықтар болды. Оқу тәрбие саласын жүргізу үшін бірінші кезекте сол бастауыш сыныптардың бөліп оқушы жөніндегі орынбасарын ашу болды. Әрине бұл штат ашылғаннан кейін кімді қою керек, кімге бұл міндетті жүктеу керек деген мәселе туды. Ойлана келе осы бастауыш сыныптардың арасындағы таңдау Ахметова Марияға түсті. Енді директордың оқушы жөніндегі орынбасары болғаннан кейін ол бастауыш сыныпта оқу процесінде, тәрбие процесінде жауап беру керек. Сондықтан тәжірибесі мол ұстаз осы Мария деп есептеді. Қыркүйек орта мектебі кейінгі жылдары аудандағы белді мектептердің қатарына қосылды. Жылдағына ұбт тапсыру болсын, басқа аралық бақылау болсын, жақсы көрсеткіштерге жетті. Білім негізі бастауышта деген әрине 10 жылдың ішіндегі Қыркүйек орта мектебінде оқушылардың білім деңгейі ауданда 43 мектептің ішінде 2-3 орындарда тұрақты көрініп отырды. Бұған сол Марияның еңбегі зор деп есептеймін. Себебі бастауыштан шыққан балалардың басым көпшілігі сауатты тәрбиелі шықты. Бұлар енді 5-11 сыныптарда өз нәтижесін көрсетті. Сондықтан да Марияның осы қызметті алып жүруге, осы қызметке атқарғандағы мен ризашылығымды білдіремін. Әрине 240-13 орта мектебі кейінгі кезеңдерде облыста танылды. Облыстық бірнеше мәрте семинар өткіздік, аудандық семинар өткіздік. Әсіресе біз бастауыш сыныптарда аудандық семинарды көптеп өткізетін тұғымыз. Сырттан келген мұғалімдердің барлығы да сол 210 Қыркүйек мектебі мұғалімдеріне тәніп тұратын тұғым. Бұл болса да сол Қыркүйек мектебіндегі мұғалімдердің білім шеберлігі, тәжірибелерінің арқасы деп ойлаймын. Әрине осындай тәжірибе мұғалімдерді бір жерге үйістіріп, олардың жұмысын көрсету, олардың жұмысын бағалауда бұл директордың орынбасарларының рөлі зор. Сол кезеңде Мариямен қатар Камалова Меруерт жоғарғы сыныпта оқушының меңгерушісі болды. Міне осы екеуінің айрықша еңбегін атап өту керек. Қыркүйек мектебі аудандық деңгейде, облыстық деңгейде өз орнын көрсете білді. 2006 жылы аудандық мектепке ауыстым. Осы әлі күнге шейін сол Ахметова Марияның еңбегін ерекше бағалаймын. Өзіндік орны бар азамат. Тек қана сол мектеп саласында емес, ауылдың өміріне де дамуына, отбасының үлгілі отбасы, үлгілі ана деп есептеймін. Сондықтан да бүгінгі Марияның зейнет жасына осындай құрметпен, еңбегімен жетіп отқанын мен шын бағалаймын. Алдағы өмірінде сол ана, сол елдің белгілі, қанша ұл қыз тәрбиелеп отыр, ұлдарының бәрі қазір белгілі деңгейде қызмет атқарып жатыр. Тек қана сол білім саласында емес, өзінің отбасының ұйытқысы екендігін мен Марияға үшінде алғыс айтамын. Марияның енді бейнетін, зейнетін көруін тілеймін. Лайым осы өсіріп отқан ұл қыздарыңыздың қызығын көріп, шәкірттеріңіздің қызығын көруіне, ұстаздың еңбегі бұл шәкіртімен бағаланады. Әр кезде осы күнделікті өмірде болсын, оқушылардың
10 жылдық, 20 жылдық кездесуінде болсын, осы мектепті бітірген оқушылар шын былай ниетімен ұстазға рахмет айтып жатады. Осындай жан мынау Ахметова Мария деп есептеймін. Сондықтан да Марияға көптен көп рахмет айтамын. Құрметті Ахметова Мария Сахымбекқызы, сіздің еңбегіңіз еленіп, жасыңыз 61-ге толып, мына мектептен зейнеткерлік демалысқа шыққалы отырсыз. Осы педагогика саласында еңбегіңіз еленіп, ұжымыңыз, ауылдастарыңыз, арттарыңыздан ерген шәкірттеріңіз сізді құрметтеп зейнеткерлікке шығарғалы отыр. Осы білім саласында 1983 жылдан бастап нөмірі 213 орта мектебінде қызмет жасап келесіз. Осы салада қаншама шәкірттеріңіз өзіңіздің қолыңыздан, аялы алақаныңыздан биікке самғап, өздерінің еңбектерімен, абыройларымен сан салада қызмет жасап келе жатыр. Жалпы айтқанда, Ахметова Мария Сахымбекқызының еңбегі өте ерекше, өте зор деп айтсақ, артық айтқандық емес. Ахметова Мария Сахымбекқызы 2000 жылдан бастап мектепте бастауыш сыныптардың оқушы жөніндегі орынбасары қызметін атқарса, мен сол кезеңдерде 2000 жылдары мен де 5-11 сыныптар аралығындағы мектеп директорының оқушы жөніндегі орынбасары қызметін атқардым. Осы кезеңдерде Мария Сахымбекқызымен екеуміз бірлесе отырып, балалардың, яғни бүлдіршіндеріміздің сапалы білім, саналы тәрбие алуында ерекше қызмет еттік. Жалпы мен өз басым Ахметова Мария Сахымбекқызынан алар жерлерім өте көп болды. Яғни осы қызметке келген кезеңдерде көптеген қиын да, қызық да кезеңдерді Мария Сахымбекқызынан үйрендім десем артық айтқандығым емес. Мария Сахымбекқызының өзінің пейілінің, ақкөңілділігінің, адамгершілігінің, абыройының арқасында көптеген шәкірттермен, ұстаздармен, әріптестермен еңбек жолында беделі, абыройы өте ерекше. Мария Сахымбекқызы аудандық, облыстық, республикалық деңгейлерде оқушыларды ғылыми жобаларда, пәндік олимпиадаларда, кәсіби байқауларда әріптестерімен бірдей күні-түні жұмыс жасап, өзінің оқушыларын жоғары деңгейде көтеріп, республика көлемінде Әбсеметова Ақтоты атты оқушысы республика Көкшетауда өткізілген ғылыми жоба байқауында жүлделі 1-ші орынды иеленіп келіп, мектебіміздің, ауданымыздың, облысымыздың абыройын асқақтатқан жерлері де бар. Осы кезеңдердегі еңбектері еленіп, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамоталарымен марапатталды. Енді кезеңде осы еңбектерін ескере отырып, Мария Сахымбекқызына зейнеткерлік жасқа шыққалы жатқан мерейлі тоймен шын жүректен құттықтаймын. Отбасына амандық, деніне саулық тілейміз. Өзіңіздің Құдай қосқан жарыңызбен 100 жасап, немере шөбере шөпшектің алақанынан май жалап, арамызда мектебіңізді, әріптестеріңізді ұмытпай, аман есен жүре беруіңізге шын жүректен тілектестігімді білдіремін. Әрі жеңгем, әзілдеп айтқан нәрселерімді өз орнымен көтеріп, қыз деп сыйлап, төрінен орын берген аппақ жеңшеме үлкен денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. 2014 жылы ауылда Іңкәрай мемлекеттік балабақшасы ашылып, оның меңгерушілігіне кімді тағайындаймыз деген тұста ауыл басшылығының таңдауы өз ісіне адал берілген маман Мариям Сахымбекқызына түседі. Көп ойлана келе, бұл ұсынысты қабыл алған Ахметоваға бәрін нөлден бастауға тура келеді. Ауылдағы ескі аурухананы балабақшаға лайықтап қайта жасақтау да оңайға соқпайды. Оған күрделі жөндеу жасау, материалдық техникалық базасын құру, қызметкерлерінің штатын, жалақысын бекітіп, балабақшаға керекті құрал жабдықтарды алу, оқу бағдарламасын жасау секілді шаруасы шаш-етектен жұмыстарды уақытпен санаспай, күн-түн демей атқарып, аталған балабақшаны аз ғана уақыттың ішінде аудандағы үздік бөбек жайлардың қатарына қосады. Ашылғанына
бір жыл өтпестен сол 2014 жылы аталған балабақша ұжымы Қырғеңсе ауылдық округіндегі жылдың ең белсенді ұжымы аталымымен марапатталады. Бұл жетістіктің артында Мариям Ахмедованың жанкешті еңбегі жатқаны сөзсіз еді. Ахмедова Мария апайдың осы балабақшаның іргетасының қалануына еңбегі орасан зор. Сол кісінің еңбегінің арқасында балабақша аяғынан тік тұрып, нық қадам басып, алға өрбей бастады. Ол кісі өзінің біліктілігіменен осы балабақшаға мықты кадрларды таңдай отырып, 75 баланы қабылдап, құшағын жая білген ардақты ұстаз. Қазіргі таңда ол кісінің алғашқы шәкірттері 9-шы сынып оқушылары. Мария апай, сіз бүгінгі таңда зейнетке шыққалы отырсыз. Сізге орасан зор еңбегіңіз үшін Іңкәрай балабақшасы 1000 алғыс айтады. Сіздің әрбір үйретіп кеткен ісіңізді әрі қарай жалғастырудамыз. Мария апай, сізге тек еңбегіңізге табыс, отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Білдей бір балабақшаның меңгерушісі болғанымен, Мариямның көңілі өзіне бауыр басып қалған оқушыларын ойлап алаң болды. Оның үстіне, апай, қашан мектепке ораласыз деп балабақшаға іздеп келген шәкірттерін көргенде жүрегі атқақтап сала беретін. Ақыры ойлана келе, өзінің шәкірттеріне қайтып оралды. Меңгерушіліктен қарапайым мұғалімдікке дейін төмендеп, басты орында лауазым емес, шәкірттері тұратынын тағы бір дәлелдейді. Міне осыдан кейін оған деген тұтас ауылдың құрметі арта түседі. Содан да болар, шәкірттері әлі күнге дейін ұстаздың алдынан кесе өтпейді. Әріптестері де ерекше қадір тұтып, жоғарғы санатты ұстаздың ақыл кеңесіне жүгініп отырады. Мен енді Мария апайдың жасы менен үлкен ғой, ол кісі. Мен басшы ретінде ол кісіге қаншама тапсырма беріп жүрдім уақытысында. Сол тапсырмаларды дер кезінде уақытында күн түн демей орындағанына мен өзім іштей ризашылығымды білдіретін тұғым. Өзім ол кісіге де айтып жататын тұғым. Сондықтан да бұл кісінің кішіпейілдігі, үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсете білгендігі, барлық бойынан табылатындығы, жақсы қасиеттердің барлығы бойына табылатындығы, мен сол кісі Мария апайды сол қасиетін сыйлаймын жалпы. Мария, мен өзім аудандық білім бөлімінде 2003 жылдан бастап жұмыс жасағаннан бері Ахметова Мария Сахымбекқызын мен танимын. Өте алғыр, өте шығармашыл, өте ізденімпаз ұстаз есебінде облыстық, республикалық жаңағы байқаулардан жүлделі орындармен оралып келіп, өзінің іс тәжірибесін республика көлемінде тарқатқан өнегелі ұстаз. Қаншама төлеп ұшқан шәкірттері бар, қолынан ұшқан, солардың бірі деп айтсақ та болады. Қазір осы ауылды жалпы басқарып отырған әкім Тәттімбет Абдурайымов осы Мария апайдың шәкірті. Міне сондай сияқты үлкен беделді қызметтерде шәкірттері өмір жолында қызмет атқарып келеді. Ұрпақ тәрбиелеумен қатар осы мектепте ұстаздар қауымын тәрбиелеп, өзінің даналық, аналық, сол ақыл кеңестерін беріп, осы педагогика саласындағы үлкен өзінің тәжірибелік өмірімен бөліседі. Осы мектептегі ақылшы ұстазымыз барлығымыздың. Қазақта мақал бар ғой, өзінің уақытын аямайтын, өзгенің бақытын аялайтын деген. Міне дәл сол осы біздің Мария Сахымбекқызына дәлелді түрде атап жаңа айтылған деп ойлаймын мен. Шәкірт жетістігі мұғалімнің кәсіби біліктілігі мен шеберлігінің жемісі екендігі ақиқат. Мариям Сахымбекқызының 40 жылдан аса уақыттағы ұстаздық жолында көптеген шәкірттері аудандық, облыстық, республикалық, халықаралық білім бәсекелерінің жеңімпазы атанып, ұстаз мерейін тасытты. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар озат шәкірттерді тәрбиелей жүріп, ұлағатты ұстаздың өзі де марапатсыз қалмады. Аудандық мадақтамадан бастап еліміздің білім және ғылым, кейіннен құрылған оқу ағарту министрліктерінің жоғары дәрежелі марапаттарына ие болды. Республикалық басылымдарда ғылыми әдістемелік мақалалары, үздік сабақтары үздіксіз жарияланып, жас мұғалімдерге арналған көмекші құралдары жыл сайын жарық көріп отырды.
үнемі білімі мен білігін жетілдіріп отыратын ұстаз сабақтарында сын тұрғысынан ойлау технологиясын пайдалана отырып, шәкірттерінің шығармашылығын шыңдау, ойлау қабілетін дамытуға баса мән берді. Дидар қандай бала екен? Ақылды және ұқыпты, сосын тиянақты бала. Жақсы. Мария апай табан аудармай осы мектепте 40 жыл еңбек етіп, бүгін құрметті еңбек демалысына шығып жатыр екен. Есептеп отырсам, 1994 жылы бізді бірінші сыныпқа қабылдаған кезде Мария апай 10 жылдан аса тәжірибесі бар, тіс қаққан кәсіби маман болған екен. Бірақ біздің сынып соншалықты ерке болған жоқ, енді бірдекілі бұзықтары болмаса, бір-бір үйдің тұңғышы, немесе жаңағы не еленбейтін, не еркелемейтін ортаншылар болған екенді. Сол себептен бекен, әлде біздің кішкентай бала жүрегіміз сезді ма Мария апайдың соншалықты талапшыл екенін, сабаққа келгенде, білімге, тәртіпке келгенде қатал екенін сезді ғой деймін. Біз аса қылтың-сылтыңы жоқ, сылтау айтпайтын, апайға соншалықты еркелемейтін сынып болдық. Бізді Мария апай білімге ғана емес, өнерге де, спортқа да тәрбиеледі. Қолымыздан сүйрелеп, менің қызым ән айтады, менің балам ән айтады деп, бойымыздан бір жылт еткен, өнер көрген әрқайсымыздың қолымыздан жетелеп, сол көптің алдына шығып, өнер көрсетуімізге, сөйлеуімізге, сол бала жастан-ақ біздің Мария апай ықпал еткен екен. Ең бастысы, Мария апай бізге нағыз ұстаздың үлгісін көрсеткен адам болды. Бүгін енді зейнет жасына шығып жатыр екенсіз. Мария апай, сізді сыныптың атынан, түлектеріңіздің атынан шын жүректен құттықтаймыз. Мұғалім деген өзі сондай халық қой, ұстаздар. Өзінің баласына уақыт таппай, әрбір үйдің тентегін тезге сап, әрбір үйдің еркесіне білім беріп, соның тілін тауып, өнерге баулып жүріп, өзінің балаларының қалай өскенін білмей қалады. Енді Алла қаласа, зейнетке шыққаннан кейін осы бейнетіңіздің зейнетін, рахатын көріп, немерелеріңізді өсіріп, бағып, қағып, баптап, бар білгеніңізді соларға үйретіп, Алла қаласа солардың қызық қуанышын көретін ғұмыр берсін деп тілегіміз келеді. Біз сізді жақсы көреміз. Апайымыз енді біліммен қоса бізді өнер саласына да жақсы дайындап шығарды деп айта аламын, толық айта аламын. Оның ішінде Олжас Садықов бар, Алматы қаласында өнер саласында, Балнұр Бекаева бар, ол да қазір Астана қаласында. Онымен қоса Сымбат бар Оспанова, ол да телевидение саласында жақсы жұмыстар атқарып жүр. Сол мен де осы өнердемін қазір, ауданның бетке ұстар әншісіміз, облыс дәрежесіне жүрміз дегендей. Сол ұстазымызға рахметіміз айтамыз. Ерекше атап өтерлігі, Мәриям апайымыз тек ұлағатты ұстаз ғана емес, отбасында аяулы жар, ардақты ана, ақ жаулықты әже. Отағасы Есентай ағамызбен бірге 4 ұл, 1 қызды тәрбиелеп өсіріп, олардан 15 немере сүйген 4 келіннің ақылшысына айналған асыл ене. Бүтін ауыл халқы пікірімен санасатын, олардың айрықша құрметіне ие болған сүйікті келіні. Бұл күндері небәрі 2000-нан аса ғана халқы бар Әбдіғаппар ауылындағы жалғыз мектепті Мәриям Ахмедовасыз мүлдем елестете алмайсыз. Олай болуы заңды да. Себебі Мәриям Сахымбек қызы жүздеген шәкірттің жұлдызын жаққан қадірменді ұстаз, қымбатты педагог. Зейнет жасыңыз құтты болсын, қадірлі Мәриям апай. Ендігі жерде бейнетіңіздің тек рахатын көріп, отбасыңыз бен ағайын туыстың ортасында қызықты ғұмыр кеше беріңіз.